Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен банафипай пирогын жасап үйренеміз. Ол үшін қажетті заттың барлығын дайындап аламыз. Затымыздың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Майымыз бен сахарный пудрамызды, яғни қантты ұнтақты бірге жақсылап араластырамыз. Ары қарай 2 жұмыртқаның сарыуызын салып араластырамыз. Қамыр қопсытқышымызды салып, шетінен ұнымызды салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай қамыр шығуы қажет. 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді формамызға осылай жайып шығамыз. Шанышқының көмегімен осылай кесіп шығамыз, себебі піскен кезде көтеріліп кетпес үшін. градуста 20-25 минутта пісіріп алдым. Енді піскен тестамызға осындай вареный сгущенканы жағып шығамыз. Ары қарай біз банандарымызды осындай көлденең етіп турап аламыз. Мен 2 банан қолдандым. Енді банандарымызды осылай орналастырып шығамыз. Бұл пирог торт ретінде де жүреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Енді банандарымызды орналастырып болғаннан кейін кремге кірісеміз. Крем жасау үшін сливкиіміз салқын болуы қажет. Сливкиіміз 33%-тан жоғары болуы қажет. Біз сливкиге сахарный пудра немесе қантымызды қосып араластырамыз. Міне бізде осындай крем пайда болды. Осы кремімізді алып, қалташаның көмегімен салып аламыз. Насадкам вупипайдың насадкасы. Сіздер әртүрлі насадка қолдансаңыздар болады. Енді біз бананымыздың үстіне кремдерімізді орналастырып шығамыз. Егер менің каналым сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Қазақша контенттің көтерілуіне өз үлесіңізді қосыңыз. Міне осылай біз кремдеріміздің барлығын отырғызып шықтық. Енді бетіне какаоны осылай сеуіп шығамыз. Себебі бұл пирог какаомен дәмі ерекше болады. Міне біздің пирогымыз дайын. Түрі де әдемі болады. Дәмі де өте ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айдана.